Сен өз сөзіңнің иесісің, оны айтпағаныңша, айтқан соң ол сенің иең. Әрдайым есіңізде жүрсін, уақытша рахатпен оның мәңгілік салдарын. Менің бақытым, күнім күнәсіз өткені. Сізді жақсы көретін жандарды ренжітпеңіз, себебі олар сізді жақсы көрген үшін қорғансыз. Сен басқалардың көкірегінен зұлымдықты жұлып ала аласың, тек бірінші өзіңдікін жұлып алған соң. Егер сені Құдай кешірсін десең, бірінші өзің адамдарды кешіріп, оларға мейірімділік көрсетіп, түсіністік таныт. Жақсы әйелден артық игілік жоқ. Тіліңнің өткірлігін өзіңді сөйлеуге үйреткен анаңа бағыттама. Ақиқатпен шайқасқанның сол ақиқатпен көзі құрыйды. Салдарын көп ойлайтындар ері жүрек батыр бола алмайды. Адамның бағасы оның мақсаты мен ұмтылысының пропорциясы. Егер саған бауырыңның қажеттілігі белгілі болса, оның сұрағанын күтпе. Құдай біздің күнәларымызды кешіріп тұрғанда, біз кімбіз бір-бірімізді кешірмейтін? Жайсыздық кездегі сабырсыздық тағы жайсыздық әкеледі. Жауыңды жеңгенде, оны кешіруді ұмытпа. Біреуді кешіргенде өкінбе, біреуді жазаласаң, қуанба. Жүрегіңізді мәселелер уайымға толтыруына жол бермеңіз. Ең қараңғы түннің өзінде жұлдыздар анық жарқырайды. Түймедей мәселені түйеде ететіндерге Құдай үлкен сынақтар береді. Саналы адамның тілі жүрегінде, ақымақ адамның жүрегі тілінде. Ызаны үнсіздікпен емдеңіз. Өз бауырыңды кешір, оған кешірім жоқ болса да, оны ақтап алар себеп тауып. Егер де біреумен байланысыңды үзгің келсе, қайтадан қосылатын мүмкіндік қалдыр. Батылдық жоғалған кезде ерлік те қалмайды. Ақиқатында кім ақылды болса, сөздері қысқа әрі жинақы болып келеді. Білім ақшадан жақсы. Ақшаны сен күзетсең, керісінше білім сені күзетеді. Егер адамдардан алыстап, көп үндемейтін адамды көрсеңіз, оған жақындауға тырысыңыз. Себебі оған даналық дарыған. Кей кезде жаман адаммен дос болу, жақсыны жақтырмауға алып келеді. Жан тыныштығын қаласаңыз, қажеттілікті азайтып, артық нәрседен арылыңыз. Адамды ашу үстінде көрмей тұрып, жақсы мінезіне сенбе.